Ben kolumdan Медина, не істеватсыңдар? Идея? Қандай? Келе ма не ол? Өтірік емес па ол? Қалай шақырады оны? Как вызвать Тун-Тун Сахур деген шығып тұр екен ғой мына жақта. Тун-Тун Сахур деп 3 рет айтасың дейді. Бұл қорқынышты ужас емес па екен әйтеуір? Тун-Тун Сахур деп 3 рет айту керек деп жазып қойыпты. Сол кезде келеді дейді. Давай көрейік онда. Давай. Тун-Тун Сахур. Тун-Тун Сахур. Жоқ па? Қай жақта вообще көрінбейді о Тун-Тун? Кеп тұрған жоқ па үйге? Жоқ, ештеңе жоқ. Кім? Есік тұрып атқан? Жа есік тұрды ғой, естідің ба? Кеп тұрған шығар мұнда. Көрейік та жүр. Меде қарасай, есіктің аузында кеп тұр ғой. Мен қолымда нан таяғы бар ғой. Қарап тұр бізге не шақырдыңдар деп тұр ау деймін. Муслим бергел. Ол жаққа барма Тун-Тунға. Муслим бергел, сені ұрып жатыр ғой мынау. Бергел тез. Кет, есікті жапшы тез. Муслим жаңа Тун-Тун Сахур ұрды ғой. Қашып кеттім ба сол кезде? Тун-Тун Сахурдан. Мединаны шақырайық та бізбен дос. Бізбен дос болсын. Оны шақырайық. Тун-Тун кел мына жаққа. Тун-Тун Сахур кел. Давай. Бізбен дос болсын. Оны шақырайық. Тун-Тун кел мына жаққа. Тун-Тун Сахур кел. Кел бізге бара кел. Күшті билейді екен ғой. Медина, сен де содан үйреніп жатсың ба билеп? Тун деген кәдімгідей бар екен ғой, я, шын өмірде, я? Я, билеп отыр, күшті билейді екен ғой. Мен ужастик жаңағы Чарли, солар сияқты қорқынышты болады шығар деп ойласам. Мәз билеп отыр ғой, күшті болып. Бүкіл үйге барды ғой. Ютубта бәрінің үйінде жүр ғой, я? Шақырсаң бәріне келеді екен ғой. Енді қалай кетеді ол, енді біздің үйімізде қала ма? Қайтатын кезінде болыңыз папам. Сөйтіп айтамыз ба? Ол ағашымен ұрмай ма? Жаңа Муслимді ұрып жатыр ғой келген кезде. Неғып шақырдыңдар деп ұрып жатыр ма? Сөйлесіп көрейік та, мүмкін бірдеңе деп айтам екен. Тун-Тун. Мынау қайда кетті Тун-Тун? Кетіп қалды ма енді? Муслим, Тун-Тунды көрдің ба? Кетіп қалды ма үйіне ол? Ойбай, кетіп қалған ба үйіне? Меде жаңа жоқ болып кетті ғой. Тун-Тун. Вообще ешқандай бөлмеде жоқ. Или қайтып кетті ме екен? Меде кеттік, далаға шығып көріп келейікші, ол уже қайтып кеткен шығар үйінен. Бірақ ше
дала ше бірақ қараңғы болып тұр. Ол бірақ қорықпайтын шығар, қолында таяғы бар, бәрін ұрып кететін шығар. Кеттік, далаға шығып кетейік. Неде ар жағынан қайтадан магазинге барып келейік, мақұл ма? Сосын көре салайық, көшеде жүр ме екен, или қайтып кетті ме екен үйіне. Ана жерде тұндың жақын келіп жатыр. Қайда? Ана ағаш. Ағаш. Мына бізді ұрайын деп келе жатыр ма, Меди? Я, мама, қашайық. Қашайық, кетті, қашамыз. Кет. Ана жерде жүр екен ғой, қолына ағашын ұстап апты ғой Медина. Нені ұрып жатыр мынау? Жаңа Тун-Тун жоқ болып кетті ғой. Жете алмай келе жатыр ау деймін, бізге қарай. Жаймен кірек артымыздан аңдымасын Медина. Что-то көрінбейді мынау ше. Өзінің үйіне қарай кетіп қалды ау деймін. Короче, біз даладан зорға дегенде қашып келдік Медина екеуміз. Тун-Тун бізге ренжіп қалды ма, білмеймін, Мединаны қуып, одан таяғымен ұрып сөйтіп жатыр ғой, зорға дегенде қашып келдік үйге. Бірақ үйде менімен ойнады. Иә, үйде Мединамен ойнады, бірақ далаға шыққаннан кейін білмеймін, қараңғыда бізді ұрып, қуып сөйтті. Меди, болды, енді оны шақырмай-ақ қояйық, келесі жолы. Өзіміз зорға құтылдық, жаңа қайта далаға шығып кеткеннен қашып кеткеніміз дұрыс болды, иә? Енді үйіне кете берсін. Болды, түн болды, енді ұйықтайық. Достар, біздің Тун-Тун Сахурмен түсірген видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Пока!